26 ақпан күні Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің түлегі, еңбек ардагері, КСРО-ның Қазақстанның үздік білім қызметкері Иманғалиева София Шаймарданқызы мен өнегелі өмірі мен еңбек жолы ұрпаққа үлгі атты кездесу кеші өткізілді. Ұстаз ақылдың, үлкен ұстамдылықтың, мейірімділіктің, биік адамгершіліктің көзқарасының иесі. Егер әр адамның жүрегінде ізгілік сәулесі болса, ол ұстаздың еңбегі. Дүниеде адамды тәрбиелеп, азамат аттандырған арты абыройы мен құрмет жоқ шығар сірә. Бүкіл ғұмырын ақиқат пен жалғанды, өмір шындығын табуға арнайтын адамдар болады. Солардың қатарына аты ардақталуға, атқарған ісі мақтануға таралудан сан мыңдаған шәкірт тәрбиелеп, өмір айдында баптап қосқан ұлағатты ұстаз София Шаймарданқызы Иманғалиеваның өнегелі өмірі мен еңбек жолы ұрпаққа үлгі. Бүгінгі кеш қонағы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің түлегі, КСРО еңбек ардагері, Қазақстан үздік білім қызметкері Иманғалиева София Шаймарданқызымен өткізілді. София Шаймарданқызы 1933 жылы Орал қаласында қарапайым отбасында дүниеге келеді. Балалық шағы мен жас кезі қиыншылықта өтіп, жалпы білім беретін номер 6 мектепте білім алады. Ал 1943 жылы ата-анасымен бірге Украинаның батысында орналасқан Тернополь облысына қарасты Чорткиеве қаласына тұрады. Украин тілін меңгеруге тура келіп, Тернополь қаласында 7 сыныпты аяқтаған ол туған жеріне оралады. Елге оралғаннан кейін 8 сыныпты қаладағы номер 1 қыздар мектебінде оқи жүріп, сынып белсендісі, қоғамдық жұмыстардың үздігі болып көзге түскен қыз спортта да талайды таңдай қақтырады. 1953 жылы Оралдағы педагогикалық институттың қабылдау емтиханына сүрінбей өтіп, студент атанған София апайдың кейінгі еңбек жолдары халық мемлекеттік тарапынан жоғарғы бағаланып, еңбек ардагер, Ленин 100 жылдығы, Ұлы Отан соғысына 60 жыл, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл, мерейтойлық төсбелгілерімен елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2009 жылғы 4 желтоқсанда жарлығы бойынша алғыс хатпен Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің алғыс хаттарымен марапатталады. София апайымыздың жасы 80-нен асса да өзінің күш-жігерін аямай, барлық өнегелі ғұмырын шәкірт тәрбиелеуге арнауы, зейнеткерлікке шыққан соң қала өміріндегі барлық іс-шаралардың ұйытқысы болуына өзі үлкен ерлік деп айтуға болады. Абай атамыз айтқандай, адамның адамшылығы жақсы ұстаздан болады, ұстаз ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие және адамгершілік рухта бағыт беруде оның еңбегі зор. Сондықтан ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеліп, шоқтығы биік тұғырдан орын алады. Сонымен қатар, сөз кезегі осы кеште ұйымдастырушы университет мұражай меңгерушісі Менсұлу Қайыршақызына берілді. В Алмате, я чаще бываю в Италии и в Испании, поэтому он 60-летие отметил, здесь и в Уральске отмечал, уехал, и что-то произошло с его сердцем.